Нұр Отан партиясы елдің мәселесін онлайн мен оңтайлы шешіп отыр. Бас партияның өңірдегі өкілдері тұрғындардың сан сауалына әлеуметтік желі арқылы жауап беруде. Тікелей эфирге қосылған көпшіліктің негізгі сұрағы төтенше жағдай кезінде қосымша әлеуметтік көмектерді алу жолдары болды. Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары өткізген әлеуметтік желідегі тікелей эфирді 2000-ға жуық адам қарады. Жалпы 400-ден астам сұрақ қойылды. Басым бөлігі мемлекет тарапынан берілетін әлеуметтік көмектерді алу жолдарын сұрастырды. Гүлбахор Садықбаева деді. Екінші балам екінші топ мүгедегі 50 мың беріле ме деді. Біз енді нақтылап айтайын, 50 мың теңге бірінші топ мүгедектеріне беріліп отыр. Түркістан қаласы бойынша. Жалпы 7 категория бойынша беріледі. Қолжетімдерге осы 50 мың теңге біз екінші траншпен арнайы дайындадық. Ол бойынша 4600-ден астам адам келесі айда бұл көмекті бір реттік алатын болады. Қаржылай көмек алу жолдарына қызылордалықтар да қызығушылық танытты. 1,5 сағатқа созылған байланысқа 3000-ға жуық адам қосылып өз сауалдарын жолдады. Партияның облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары республикалық қордан бөлінген қаржы тағы 7000-нан астам отбасыға берілетінін хабарлады. Шамамен 14000-нан астам мұқтаж азамат бұл көмекке үмітті деді. Жергілікті жерде ауданда филиалдар жұмыс жасап жатыр. Тиісті арыздарды түсіп жатқан осы аудандық жұмыспен қамту орталықтарының ақпараттарын алып, осы көмектерді беруге демеушілер арқылы үйлестіріп отырмыз. Бүгінгі таңда Қызылорда облысы ғана бойынша 82 миллионға жуық қаражаттар тартылды. Оның 31 миллион теңгесі бұл біздің барлық деңгейдегі депутаттардың берген қосымша көмегі. Төтенше жағдай кезінде атыраулықтарда күнкөріс жағдайы мазалап отыр. Нұр Отан партиясының аймақтық филиалы өткізген тікелей эфир кезінде тұрғындар осыны жеткізді. Онлайн байланысқа 2000-нан астам адам кірді. Филиал төрағасының бірінші орынбасары Нұрлыбек Ужаевқа 1 сағатта 78 сұрақ қойды. Ол оның 41-не сол сәтте жауап берді. Кейбір анықтауды қажет ететін мәселелер ғана кейінге қалдырылды. Әсіресе еріктілерге ризашылығын білдірді. Айза Түрбекқызы, Шәрипа Сақтапова, Базаргүл Нәдірқызы, Астана телеарнасы.